Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қысқа арнап осындай қытырлақ болып шығатын, әрі өте дәмді болып шығатын қиярды жабудың әдісімен бөлісетін боламын. Дәл осы әдіспен басатын болсаңыз, банкаңыз сатылмайды, әрі суы мөп-мөлдір болып шығады. Бүгін біз қиярдан басқа 40 қабаттан, яғни капустадан да ассорти басатын боламыз. Құрметті көрермендер, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып, қазақ тіліндегі арналардың дамуына өз үлесіңізді қосып жіберуіңізді сұраймын. Бұл жолы 1 литрлік банкаға басып шықтым. 1 литрлік банка өте ыңғайлы, кез келген уақытта күнделікті пісірген ыстық тағамдарыңызға шығарып, сүйсініп жей берулеріңізге болады. Және міне 14 күннен кейінгі түрін көрсетіп жатырмын. Ең алдымен қиярымызды суық, сондай салқын мұздай суда 5-6 сағаттай ұстауымыз керек. Ең кем дегенде енді асығыс болсаңыздар 3 сағат ұстасаңыздар да болады, 2-3 сағат. Ал енді ең басты осы қияр жабудағы басты жауаптылық бұл қиярды жақсылап жуу. Осындай щетканың көмегімен жақсылап бүдір-бүдірлерінің арасындағы топырақтарды барлығын тазалап, жақсылап жуып аламыз. Алдын ала жақсылап жуылған банкамызды стерилдейтін боламыз. Бұл жолы мінекей алдын ала қыздырылған духовкада осылай 10 минутке қойып стерилдеп аламыз. Өйткені 1 литрлік банка болғаннан кейін духовкаға сыяды. Ал енді біз суды қайнатамыз. Суға мінекей көріп отырғандарыңыздай алдын ала жақсылап жуылған укроптың зонтигін, хрен, мінекей смородинаның жапырағын, одан кейін малинаның жапырағын қосып, осы суда жаңағыдай бірге қайнататын боламыз. Бүгінгі тұздайтын қиярымызға, ассортимізге мінекей 5-6 сағат суда тұрған қияр, сарымсақ, лавр жапырағы, қарабұрыш, горошек, одан кейін мінекей малинаның жапырағын қосып жібердім. Мынадай помидорларды іріктеп алу керек. Осындай қарайған, жаңағыдай бүлінген, жұмсақ помидорларды қосуға болмайды. Және алдын ала жуып, турап қойған осындай болгар бұрышын қосатын боламыз. Банкамызды тағы да қайталап өтемін. Бұл банканы жақсылап жуу керек, ернегінде ешқандай түбінде кір қалып қалмау керек. Енді 1 литрлік банкаға 4-5 осындай қара бұрыштан, қалауыңызға қарай горошек қара бұрыштан қосатын боламыз. 1 литрлік банкаға 1-2 лавр жапырағын қосамыз. Егер жаңағыдай сарымсағымыз үлкен болатын болса, бір дана сарымсақта жетеді. Ал егер кішкентайлау болатын болса, онда 2 сарымсақтан қосып шығамыз. Енді мінекей малинаның жапырағын қосып жатырмын. Бұл әдісті маған негізі көрші орыс үлкен әже үйреткен болатын. Осылай малина, хреннің жапырағын қосатын болсаңыз, яғни қиярдың қытырлақ болып шығуына септігін тигізеді. Ал енді мінекей болгар бұрышынан ассорти қылып салдық. Бір қызыл, бір сары осындай болгар бұрышын салып шығамыз. Енді біз қиярымызды осылай орналастыруға кірісеміз. Қиярды тұздаған кезде қияр атылып кетпес үшін қиярдың екі жақ шетін, яғни екі жақ түбін кесіп алып тастап жатады. Бірақ бұл жолы мен осылай целиком, мінекей екі жақ көріп отырғандарыңыздай осылай целиком салып жатырмын. Қаншама жыл осы әдіспен басып келе жатырмын. Аллаға шүкір, ешқашан банкаларым атылып көрген жоқ. Өзіме осы шағын ғана банкаға 1 литрлік 700 граммдық банкаға басқан қиярды өте қатты ұнайды. Өйткені өте қолайлы, қысты күні кез келген уақытта күнделікті тамақтарыңызға ашып, сүйсініп жей берулеріңізге болады. Енді мінекей көлденеңінен жатқыздық қиярды, беткі жағын және бетіне осындай ассорти черри салып жібереміз. Мінекей осымен банкамыз 1 литрлік жаңа басуға дайын. Әрмен қарай қалған банкаларымызға дәл алдындағы көрсеткендей салып орналастырып шығамыз. Барлығын ұмытып кетпейміз, тексеріп шығамыз. Болгар бұрышы, лавр жапырағы, қара бұрыш, горошек салынды ма, бір айналдырып банкамызды қиярды орналастырмастан бұрын тексеріп шығамыз. Одан кейін негізі астыңғы банканың астыңғы жағына салған дұрыс. Енді мінекей қиярымызды дәл алдындағыдай орналастырып шығамыз. Негізі қысқа арнап, қысқа даярлап жабылған осы қияр әртүрлі банкаларымыздың атылмауы әр хозяйканың арманы деп ойлаймын. Және жақында үйреніп жүрген мысалы қыз-келіншектердің ең көп қойылатын сұрағы, қалай жапсақ банка атылмайды деп осындай сұрақтар жиі түсіп жатады. Бұл сұраққа мен былай жауап беретін едім. Банканың ең бірінші барлығы тазалықтан басталады. Яғни банканы мұқият жуу керек. Банканың атылмауы үшін оған жалғыз ғана банканың тазалығы емес, яғни
көптеген факторлар әсер етеді. Таңдалған мысалы көкөністерге байланысты шірігі болмау керек, бүлінгені болмау керек. Мысалы қиярды тұздайтын болсаңыз, қиярда топырақ қалып қалмау керек. Теплицаның қиярлары мысалы екі жақ шетін алған дұрыс, мысалы әртүрлі. Бұл жерде яғни бір ғана фактор әсер етпейді, бірнеше фактор. Осы барлығын жаңа банканың жуылуынан бастап таңдалынған көкөністерді, ішіне салынатын, қосылатын барлық көкөністердің жаңа тазалығы, банканың стерильденгендігі барлығын егер мұқият қадағалайтын болсаңыз, онда банкаңыз ешқандай атылмайды. Екінші көп қойылатын сұрақтың бірі аспирин немесе уксус тақырыбында, яғни қайсысын қоссам банка атылмайды деген сұрақтар көп қойылып жатады. Оны өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, себебі екеуі де аспирин де уксус та қышқылға жатады. Біреуі сірке қышқылы, екіншісі аспирин ацетил салицил қышқылы. Банка жабу процесінде екеуінің де атқаратын міндеті бірдей. Ал енді қазір өзім айтып өткен мінекей 700 граммдық банкаға да жабу жолын көрсетіп жатырмын. Бұл жерге бір қатар ғана осылай қиярды орналастырып, бетіне черри саламыз. Мінекей қиярымыздың қытырлақ болып шығу үшін қосылған әртүрлі жапырақтардың ассортиі қосылған. Суымызда қайнады сахарлап, енді банкаларға құятын боламыз. Біз ең алдымен осында марлені бетіне төсеп алдық. Марлі арқылы құйып шығамыз. Өзіме марлі қатты ұнайды, себебі көзге көрінбейтін әртүрлі жаңағыдай кішкентай ғана қоқыстарды өткізбейді. Немесе осындай ситамен де құйып шықсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай марлі қолдансаңыздар болады, сита қолдансаңыздар болады. Мінекей енді суымызды қойдық, 10 минутқа жаңағыдай қойып қоямыз. Крышкасын жауып қойсаңыздар да болады. Енді банкамыз 10 минут тұрғанша, менде қалған кішкентай қиярдан осындай 40 қабат мінекей капустамен бірге 1-2 литрлік банкаға ассорти жасап жібергім келіп тұр. Жаңа жуылған, дайын тұрған қияр, помидорымыз құр бекерге қалмас үшін, сондықтан осындай бір ассортиді көрсеткім келіп тұр. Бұл капустаны тұздаған кезде өте дәмді шығады. Қазір енді бағана қиярды тұздағандағыдай өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қара бұрыш, горошек, лавр жапырағын, сарымсақ қосамыз. Мінекей болгар бұрышын, содан кейін барып қиярымызды саламыз. Қияр ассорти қылып сала береміз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай мінекей капустаны саламыз. Одан кейін помидор салсаңыз, қабат-қабат қылып өздеріңіздің қалауларыңызға қарай осындай ассортиді салып шығамыз. Құрметті көрермендер, осыған ұқсас видеолар, яғни кабачок, патиссон жабу, ассорти жабу сілтемесін қазір қалдырып кетемін. Міндетті түрде кіріп, көріп қарасаңыздар болады. Мінекей ассорти банкамызда толып қалды. Енді жаңағыдай осылай өздеріңіздің қалауларыңызға қарай мінекей әртүрлі, тіпті бұл жерде капустамен бірге сәбіз де қосып жіберсеңіздер болады, патиссон қосып жіберсеңіздер де болады. Енді бағана артық қалған қайнаған суымызды мінекей құямыз сита арқылы және 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін арнайы осындай крышканың көмегімен жаңағы суымызды кастрюльге құйып аламыз және осы суды қайта қайнататын боламыз, яғни рассол дайындайтын боламыз. Құрметті көрермендер, осы орайда тағы бір айта кеткім келіп тұр. Яғни әркімнің осы ассорти басу болсын, негізі қияр тұздау болсын, банка жабудың әртүрлі жолы бар. Әркім әртүрлі өзі үйренген әдісімен басып жатады. Сондықтан кейде мысалы осы бірінші суды төгіп тастап, қайтадан жаңа су құйып басып жатады, немесе үш қайра сумен басып жатады. Сондықтан әркімнің жолы әртүрлі банка басудың. Мен енді төкпеймін, осы суды қайта қайнатамын мінекей кастрюльде, және 1 литр суға 1 қасық тұз, 2 ас қасық қант салып, осындай расчетпен рассол дайындайтын боламын. Мен бұл жолы аспиринді қолданатын боламын. 1 литрлік банкаға 1 аспириннен, ал 2 литрлік банкаға 2 аспирин саласыздар. Кей жағдайда 1 литрлік банкаға қиярдың 2 түбі алынбағандықтан 1,5 аспирин қосып та жіберуге болады. Керісінше кейде 2 литрлік банкаға 1,5 аспиринді қосып жатамыз. Ал енді қараңыздар, банкамыздың крышкасы сахарлап қайнады, рассолымыз да дайын болды. Енді мен осы алдын ала қайнатылған, мінекей жуылған, стерильденген крышкамызды страховка үшін ватный дискке сірке уксусты
тамызып жіберіп жақсылап сүртіп шығамыз. Рассолдарды банкаларымызға құйып бірден қақпағын жауып отыратын боламыз. Тағы да айта кететін жайт, бүгін біз екі түрлі банканы қолдандық. Біреуі бұрандалы крышкамен жабылатын, ал екіншісі кәдімгі закруткамен жабылатын банканы қолдандық. Екі әдісті де көрсететін боламыз қазір. Енді мінекей капустадан ассортиімізға да рассолымызды құйып жатырмыз. Бірден қақпағын жауып тастаймыз. Бұл бұрандалы крышкамен жаптық. Осылайша қайнап тұрған рассолымызбен қалған банкаларымызға да құйып, бірден аузын крышкасымен жауып шығамыз. Кейінірек тағы да екінші қайтара кәдімгідей қатылап жабатын боламыз. Бұрандалы банкаларды, мінекей бұрандалы банкаларды осылай тексеріп отырып, қатты жақсылап жабамыз. Одан кейін оны тексереміз, дұрыс жабылған, жабылмағандығына мінекей төңкереміз. Осылай айналдырып, егер де бір-екі тамшы су шығатын болатын болса, онда крышкамыз дұрыс жабылмаған деген сөз. Мінекей банкамызды аунатып, одан кейін төңкеріп, банкамыздың дұрыс жабылғандығына көз жеткізіп аламыз. Ал енді капуста, қияр, помидор, черри, болгар бұрышы қосылған ассорти банкамызды да бұрандалы қақпақпен жаптық. Егер бұрандалы қақпақты жақсы жабатын болсаңыз, еш нәрсе болмайды, яғни атылмайды деген сөз, бұзылмайды, атылмайды. Мінекей енді кәдімгі закруткамен жабатын боламыз. Бірінші біз автоматты закрутканы қолдандық. Екінші полуавтоматты қолдандым. Полуавтоматты қолданған кезде сағат тіліне қарай до конца аяғына дейін бұраймыз, одан кейін кері қайта бұраймыз және аунатып, төңкеріп, банкамыздың дұрыс жабылғандығына көз жеткізіп тексеріп аламыз. Мінекей бүгін біз 1 литрлік банкаға қияр тұздадық, ассорти қияр мен помидор, және 2 литрлік банкаға бір ғана осындай капустадан ассорти бастық. Енді біз жерге тақтай қоямыз, арақашықтығы дәл осындай болатындай банкаларымызды төңкеріп, тағы да бір тексеріп шығамыз және үстін қалың көрпешемен жауып тастаймыз. Бір-екі тәулік осылай тұру керек, 1-2 тәуліктен кейін арнайы қоймамызға баруға болады. Құрметті көрермендер, мінекей 14 күннен кейін қазір сіздерге көрсетіп тұрмын тағы да түрін. Мінекей дәл осындай ассортиіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай 14-15 күн өтті. Ешқандай атылған жоқ. Мінекей сіздерге көрсетіп тұрмын. Ал енді қазір сіздерге бір банканы ашып, осы 14 күн өткеннен кейін мінекей бұрандалы банкамызды ашамыз. Бұрандалы банка ашу үшін кішкене пышақпен мінекей ауасын шығарып жібердім. Енді ашып, қазір үйдегілерге дәмін татқызғым келіп тұр. Дегустаторларым, менің егіз қыздарым 26 жасар, қазір дәмін көретін болады. Ал енді қазір қыздарым кеп дәмін көргенше, достар, сіздерге бір өтінішім болып тұр. Егер видео пайдалы болса, видео ұнап жатырса, өз достарыңызбен бөлісе кетіңіздер, және де лайк басып, пікірге өз ойларыңызды, сұрақтарыңыз болса қалдыра кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей дәмін көріп жатырмыз. Өте дәмді шыққан, қытырлақ. Осылай басып алсаңыздар, қысты күні рахатын көретін боласыздар, және де қонақ келген жағдайда өзіңіздің аспаздық шеберлігіңізбен таң қалдырасыз. Ал бүгін сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.